орешки, сүт, соларды алып отырамыз. Вот сейчас я появилась, я жду. Обязательно 2-3 коробка алып аламыз. Өйткені аптаның барлығы бар. Полотенце, даже киімдерге дейін бар. Болады алда. Сондықтан міндетті түрде сіздердікінде де сіздердікіне ұқсайтын покупкалар бар ма болса комментарийға жазып кетіңіздер. Например, бізде осындайды сұрап жатқан подписчиктарға көп рахмет. Покупканы сәлем достар, біз Магнумға келдік. Қазір үйге продукт алатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Новинка какая-то. Достар, осы видеоның ең соңында мен сіздерге күшті бір жаңалық айтамын, сондықтан видеоны до конца көріңіздер. Біз обычно покупканы выходной күндер жасаймыз, суббота немесе воскресенье. Соңғы кездері Амина апасының үйінде болғандықтан соңғы видеолар без Амины. Аминаны сұрап, комментарийға жазып, дайректке жазып сұрап жатқан подписчиктарға көп рахмет. Ол выходной күндері апасының үйінде болады, қонуға барады 2-3 күнге. Сондықтан скоро келеді. Достар, осы покупканың ішінде сіздердікіне ұқсайтын покупкалар бар ма болса комментарийға жазып кетіңіздер. Например, біз де осындайды қолданамыз, біз де осындайды жақсы көреміз деп жазып кетсеңіздер болады. Біз обычно продуктыны Магнумнан аламыз. Магнумның ішінде продуктыден басқа ыдыстар да бар, үйге қажетті заттардың барлығы бар, полотенце, даже киімдерге дейін бар. Достар, осы видеоны көріп отырған болсаңыз, лайк басып, комментарий жазып, міндетті түрде каналға тіркеліңіздер. Достар, бізді 100%-дің 78% без подписки, яғни каналға тіркелмей көреді екен. Ол өте көп сан, сондықтан міндетті түрде каналға тіркеліңіздер. Өте қызықты видеолар болады алда. Сондықтан міндетті түрде сіздерді күтеміз. Біз осындай тәттілердің қасынан Барни, Орео, Чокопай дегендердің қасынан өте алмаймыз. Обязательно 2-3 коробка алып аламыз. Өткені апта бойы оны садикке де алып барамыз, мектепке де салып жібереміз, үйде де жейді. И міндетті түрде осындай ирисқа ұқсайтын, как жвачка сияқты конфеттер обязательно аламыз. Далаға шыққанда, прогулкаға шыққанда міндетті түрде алып шығамыз. Сәлем достар, мен келдім. Менің апамда гостьда болдым. И вот сейчас я вернулась. Достар, а сказать вам прикол. Смотрите, по-русскому это червяк. Червяк испортил кут. А вы знаете, как это по-казахскому? Если вы не знаете, сейчас говорите, а в конце... лучше сейчас скажу. А вы знаете, как это по-казахскому? По-казахскому это курт-курты. Мама, мен болмаған кезде вы куда пошли? Столько много вкусняшек. Достар, кто пишет Амина кайда, вам всем рахмет. Вот сейчас я появилась, я жду. Достар, подписывайтесь на меня, ставьте лайк, и теперь я буду много таких видео снимать интересных. Достар, үйде ужин жасайтын кезде, обед жасайтын кезде ойыңызға еш нәрсе келмесе, например, идея таусылған кезде мен обычно осындай кулинарияларды қарап аламын да, и сол жақтан идея аламын. Сөйтіп үйге келіп жасаймын.
Сіздер неше күнде продукт аласыздар? Аптасына 1 рет па или аптасына 2 рет па? Біз обычно көп үлкен продуктыны аптасына 1 рет аламыз и үйдің қасынан нан, печеньки, сүт соларды алып отырамыз. Достар, осы видеоның соңында айтамын деген жаңалық ол былай. Осы магазиннен шыққаннан кейін біздің ұзын чегіміз қаншаға шықты, соны кім угадает, кім табады екен, соған 500 теңге Каспи номерге салып жіберетін боламын. Яғни точно айта алмасаңыздар да, хотя бы примерно жақын келетін 5000 теңге ма, в общем, біздің чек қаншаға шықты, 5000 теңге ма, 8000 теңге ма, 10000 теңге ма, 15000 теңге ма, 20000 теңге ма, 25000 теңге ма, қайсысына жақын, соны кім комментарийға жазады, біз солардың барлығын жазып аламыз и солардың арасынан таңдаймыз. Ал егер дұрыс жауапты бір емес бірнеше адам тапқан болатын болса, онда солардың арасынан жеребе арқылы таңдап аламыз. Сондықтан достар, біздің каналда активный болып отырыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, барлық шыққан видеоны до конца көріңіздер, өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Бұдан басқа да видеоларда алда көптеген сыйлықтар, ақшалай ұтыстар ойнататын боламыз. Достар, міне бізде осындай чек болды. Кім примерно угадает, қандай сумма, там 5000, 8000, 10000, 15, 20000, жаңағы айтқан ойында ойнатамыз.